Так, сонымен оқушылар, сабағымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Кешегі сабақта біз кестелерді, HTML-дағы кестелерді өттік. Ондағы жол, ұяшықтардың белгіленуі және кестеге қандай да бір стильді қою. Енді әрмен қарай сабағымызды жалғастырамыз. HTML тақырыбы HTML-дағы медиа. Жалпы медиа дегеніміз бұл сурет, картина, видео, аудио файлдар, файлдар емес, жалпы аудио, видео нәрселердің барлығы бұл медиа. Енді өткен ең бірінші сабағымызда біз картинаны, суретті қалай қоюдың тегін өттік. Ол img, сосын src, бұл бізде сол суреттің орналасқан жерін аты арқылы анықтайды да, сөйтіп біз суретімізді қойған болатынбыз. Және суретке қосымша атрибуттардың бірі оның өлшемін бердік. Сөйтіп сурет қойған болатынбыз. Енді бүгін сол медиа файлдардың тағы басқасы, видео мен аудионы көрсетемін. Енді видеоны қою үшін бізге видео деген тек жеткілікті. жұптық тек. Енді осы видеоның ішін атрибутпен толықтырамыз. Яғни біз білетін атрибуттар ол weight, кез келген пиксельде бір размер бере саламыз. Бұл жерде мынандай бір размер болсын. Кейін видео осы тегін controls деген тегпен жабамыз, атрибутпен. Әрмен қарай, енді бізде жалпы мынау видеоның параметрлері, стилі анықталды, өлшемі және controls. Енді видеоның орналасқан жерін анықтау үшін видеоның атын көрсетеміз. Ол үшін source тегі пайдаланылады. Біз білетін src қайтадан шықты. Осы жерге біз видеоның атауын жазамыз. Видеоның атауын жазған кезде жалпы src-да атау жазған кезде міндетті түрде нүктеден кейін оның форматын көрсетеміз. Видеоның форматтары көп жағдайда mp4, AV форматында да кездесетін видеолар бар, бірақ көбінесе осы mp4 форматында болады. Әрмен қарай type деген жерге видео және mp4 екенін тағы да бір көрсетеміз. Енді жалпы бұл тек міне видеоны анықтайтын тек. Осындай жұмысымызды сақтап, браузерден ашып қарасақ. Так, браузерден ашып қарасақ. Міне, видеоны көріп отырмыз. Видео оқытылмай тұр. Себебі видеоны міне оқылмай тұр. Себебі бізде видеоның атауы видео екен. Қайтадан сақтап, біздің видео қойылды, парақшамызға қойылды. Жұмыс жасап тұр. Міне бұл видео. Ендігі келесі бізде аудио форматтағы файлды қою үшін дәл осылай аудио деп жазамыз. Аудиода жұптық тек. Енді аудионың ішіне дәл осындай source жазылады, яғни аудионы анықтайды. Аудионың атауын жазамыз. Менде қазір рабочий столымда 8 деген бар. Аудионың форматы көп жағдайда mp3 болады. mp3. Мына жерге mpeg көрсетеміз. mpeg. mp3 деген осы mpeg-тің түрі. Енді жұмысымызды сақтаймыз. Ашып көрелік. Бізде тек қана видео көрініп тұр, себебі аудионың қасында controls деген атрибут жазылмай кетті.
аудио қасында пайда болды. Міне осылай HTML-дағы медианы осылай орналастырады екенбіз. Енді теориялық түрде қарастырып өтейік. Теория түрінде HTML-дағы бұл жерде жаңа біз пайдаланған тегтердің анықтамасы бар. Яғни теориялық тұрғыда сұрақ келіп жатқан жағдайда осы тегтердің анықтамасын білу керексіңдер. Жалпы біз жаңа өздерің байқадыңдар, аудионың қасына controls'ты жазғаннан кейін ғана біздің мына проигрывателіміз пайда болды. Яғни проигрыватель деген элементтерді төл сипатын ойнайту, кідірту, дыбыс деңгейі сияқты бейне басқару элементтерін қосады. Яғни мына бір суретте көріп отырған нәрсені қосатын control. Source деген элементті браузер таңдай алатын балама бейне файлдарын көрсетуге мүмкіндік береді. Браузер бірінші танылған пішімді пайдаланады дейді. Яғни source деген бұл жаңағы видеоның атын, типін анықтайтын код, команда. Әрмен қарай видео түсінікті, видеоның тегі. Дәл сол секілді аудиодағы да анықтамалар дәл сондай, себебі бұл екі медиадағы қолданылған екі тег бір-бірімен егіз ұқсайды. Тек қана негізгі аудио тегі видео тегіне ауысады болғаны. Міне HTML-дағы медиа осы. Енді әрмен қарай тағы да бір өте маңызды ақпарат, бұл мен оны өшіре берейін. Өткен сабағымызда біз HTML-дағы CSS-ті өттік, сол CSS-ға келіп тоқталдық. Енді CSS деген жалпы орысша, менің анықтамам орысша, язык таблиц стилей, который позволяет прикреплять стиль к структурированным документам. Яғни бұл стильдердің тілі, ағылшын тілінен аударғанда, ашып жазғанда CSS-ті cascading style sheets. Яғни бізге қандай да бір тегтерді стайл атрибуты арқылы шрифтін түсін өзгертуге көмек беретін қосымша тілдердің бірі. Енді осы CSS-тің үш түрі бар. Біріншісі ол бізде inline деп аталады, style, internal және external. Біз алғашқы екі форматтағы CSS-ті қолдандық. Қазір жеке-жеке тоқтап мысал ретінде қарастырамыз. Inline, internal, external. Енді қарайық, мысалын қарайық. Қалай бұлар жазылады? Синтаксистері қандай? Inline CSS деп отырған бұл тегтің ішіне қосымша style атрибуты арқылы толықтырылатын. Яғни біз бұны бірінші сабақта жазғанбыз. Style, түс бердік, background бердік, бірақ мына бір нақты бір тегке ғана берген болатынбыз. Яғни p тегін толықтырғанбыз атрибутпен. Бұл inline еді. Енді екінші internal, бұл өткен сабағымызда қолданылған хиттің ішіне style тегі ашылып, сол жерде селектормен, яғни қандай тегке біз осы стильдерді пайдаланатынымызды көрсетеміз. Үтір арқылы немесе бір ғана тег болатын болса, жалғыз өзін жазып, осылай bodyға background color blue деп хиттің ішіндегі style тегіне жаздық. Бұл internal түрі. Үшінші түрі бұл external CSS. Яғни көп жағдайда емес, барлығы дерлік, яғни бағдарламалаушылардың HTML тілінде жұмыс жасайтын бағдарламашылардың барлығы external форматын қолданады. Себебі бұл өте ыңғайлы жолдың, әрекеттердің бірі болып есептелінеді. Себебі externalда CSS файл бөлек жасалады да, сол CSS файлды біз HTML файлымызда link, rel, style sheet, type, text, href деп біз сілтеме беріп шақыра қоямыз. Бұны қазір мысал барысында түсіне жатасыңдар. Енді осы CSS файлдың ішіндегі мұна атап мұна тұрған фигуралық жақшамен ерекшеленетін нәрселерді қарастырып өтейік. Бұл CSS файлының ішінде жазылатын ақпарат мынандай форматта беріледі. Қараймыз, бізде мына жерде бірінші жазылатын нәрсе бұл селектор деп аталады. Яғни p деп отырғанымыз бұл негізгі тег абзац. Абзац ретінде жазылғанда бұның екі жағынан
белгі қойылатын. Ал CSS-ті жазған кезде ешқандай белгі жоқ. Біз бұны селектор ретінде, негізгі элемент ретінде көрсетеміз. Селекторлар мына жерде бірнеше болуы мүмкін. Егер біз бірдей элементтерге, кейбір тегтерге бірдей түс бергіміз келетін болса, осы жерге үтір арқылы мысалға h1 деп жазып кете берсек болады. Сәйкесінше фигуралық жақшаның ішінде бізде ақпараттар, бұл жерде property color, property value мәні, red. Осылардың барлығы declaration, яғни ақпарат. Қосымша тағы background color бола алады, тағы да басқа font size, font family және басқалары бірінің астына бірі орналасып кете береді. Тек қана синтаксисті назар аудару керек. Property'ден кейін қос нүкте, red мәнінен кейін үтір нүкте қойылуы тиіс. Міне осы нәрсе CSS-тің негізгі синтаксисі, мына external мен internal'дың негізгі синтаксисі болып табылады. Тек екеуінің айырмашылығы бір-бірінен жариялануы екі түрлі. Яғни internal айттық бағана, бұл хиттің ішінде, HTML файлдың ішінде, мына екеуі HTML файлдың ішінде, ал external бұл бөлек файл. Қазір осы бөлек CSS файлды жасауды үйренейік. Енді оны жасау үшін біз өзіміздің Sublime Text'ке келеміз. Sublime Text, new file. Енді осы жерде new file жасағаннан кейін астыңғы жағында plain text'те біз CSS таңдаймыз. Так, CSS файлымызға нақты мәндер берейік. Енді бізде дәл қазір дайын тұрған элемент, HTML файлымызда тек қана body бар. Сондықтан body деп бірінші селекторды жазып, фигуралық жақшамызды ашып, ішіне background color property-ін берейік. Background color gray болды. Енді осы файлды сақтаймын. Өзіме ыңғайлы жерге, желательно HTML файлмен бірге 4.1 сақтадым. Міне, сақталған мына жерден көруге болады. Нүкте CSS файлдың форматы бөлек. Мысалға, рабочий столдан былай қарағанның өзінде де CSS файлдың форматы, негізгі иконкасы міне мынадай. Мынау бізде HTML, мынау бізде CSS. Әрмен қарай, енді осы CSS файлымыз бар, ішінде селектор бар. Енді осы селекторды біз хитта линк арқылы шақырамыз. Линкті жасаған кезде автомат түрде енді Sublime'да синтаксис жазылады. Мына жерде rel типтарды көрсетеміз, не нәрсе екенін көрсетеміз, типін көрсетеміз, және мына жерде href'ті білесіңдер, сілтеме бізде файлдың атына болады. CSS форматын міндетті түрде көрсетеміз. Міне осы жерде сақтау және қарап шығамыз, және біз файлымызды ашып нәтижені көреміз. Міне бізде body gray фонын қабылдады. Міне осылай. Сонымен тоқетерін айтқан кезде CSS файлдың CSS жалпы язык таблиц стилей 3 түрде қосылады. Ол бірінші мына жерге бір тегіміздің ішіне атрибут ретінде толықтырылып, екіншісі хеттің ішінде style деген тег ашылатын, мына жерге, және үшіншісі бөлек HTML CSS файл жасап, соның ішіне линк арқылы шақырылады. Сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңа, тыңдағандарыңа көп-көп рахмет.